Құмар ойынға тап болған кезім 2011, по-моему, 2011-2012 где-то сол жылдары. Психология бойынша зависимый ойыннан ол неге болады? Өйткені баланы бала күнде жаңағы еңбекке үйретпегендіктен. Машина, көлігімді ұтылдым, үйден заттардың бәрін шығардым. Әкемде қанша ақшасы бар? Мен білмеймін, Құдай бар ма жоқ па, бірақ энергия бары тура деп айтқан ғой. Соңында осы 6 жылдың ішінде үйіме терезе арқылы кіретін болдым. Сондай дәрежеге жеттім. То есть мен әке-шешем менен бас тартты. Достарыма жалпы достық деген түсініктің бір құндылығы жоқ болып кетті. Бұрында дос ретінде араласақ, бір көмек, бір ішімдегі сырыңды айтып бөліссең, ойын кезінде уже ақша үшін араласасың. Бұл ауру екен, мен мойындамайтын. Шешпей қою керек те, өзінің басына салу керек. Тек қана ойын болған жоқ, ішімдік, есірткі де болды арасында. Бірақ осы мен құмар ойын ойнаймын, мен зависимыймын деп бірінші признание қабылдау керек өзінің құмар ойын ойнайтын. Құрметті көрермендер, берекелі бейсенбі YouTube арнасына тіркеліңіздер, лайк басып қолдау көрсетіңіздер. Ол біз үшін әрине өте маңызды, өйткені қазақ халқының талай жылаған жандардың көз жасын бірге құрғатып жүрміз. Сүрінген сүйек, құлағанды тұрғызайық. Аман болыңыздар. Құмар ойынға тап болған кезім 2011, по-моему, 2011-2012 где-то сол жылдары. Бір күрделі жағдайға түскеннен кейін, осындай тап болып, мен есірткімен ұсталғам. Сол жағдайды шешу үшін ақша керек болды. И осындай құмар ойын бар екеніне бір жақын адамдарым айтып, сол кезде көргем. И то мен азартпен кіріп емес, жай қоя сап емес, бір тексеріп, бір жүйе ойлап тауып, солай ойнаған бастапқы кезде ол мен сол жүйені тауып, бір жеңіп жүргем, көтеріп жүретін ақшаны. Менің ойымша сол кезде енді мен сол күрделі жағдайын амал жоқтан осы ойынға келдім деген ғой енді. И өзімнен кінәлін іздемейтін, артынан басында жеңіп жүрген болсам, артынан уже жеңіліс, үйден машина, көлігімді ұтылдым, үйден заттардың бәрін шығардым. Әкемде қанша ақшасы бар, соның бәрін ұтылдым. И кімнен қанша қарызға алалам, соның бәрін алып, оның артынан әкем жауып жүрді. Бірақ сол жағдайға жеткізгенде мен ешқашан осы жағдайға мен өзім жеттім деп ойлаған емеспін. Бәрін кінәлаймын. Мына кінәлаймын, былай кінәлаймын. Мынау жағдайлар кінәлі, мынандай болып қалды, сіз бүйтпегеніңізде былай болмайтын еді деп. То есть менің ойымша сол кезде мен бұл жағдайға осындай жағдайлардың арқасында тап болдым. Қайталанса мен уже бұндай болмайды. Мына қарыздарым жабылса қайтадан ойынға кіріп кетпеймін деген ой бар. Бірақ бұл ауру екен, мен мойындамайтын. Психология бойынша зависимый ойыннан ол неге болады? Өйткені баланы бала күнде жаңағы еңбекке үйретпегендіктен, қиындықты балаға көрсетпегендіктен, балаға барлық керек нәрсесін әпере бергендіктен. Баланың мына желаниясы орындала берген сайын, бала жеңіл ақшаға қарай жүгіре береді. Ал қиындықты бала не үшін көру керек? Қиындықты көрген кезде балада іште внутренний резерв деген нәрсе бар. Сол внутренний резерв қосылу керек. Сол внутренний резерв қосылған кезде барып қана бала мына алдыға қарай, өмірге қарай өзін алып жүре алады. Әр қиын сәттерде сынып кетпей, құмар ойынға, жеңіл ақшаға жүгірмей жасай алады. Сонда құмар ойыннан шығатын адамдар қандай қиын болса да қиындықтардан өте біліп қана шығады. Сол үшін бала құмар ойынға жүгіріп кетпес үшін баланы бала күннен жаңағы қиындықты шешкізіп балаға барлық баланың нәрсесін шешіп бермей ата-аналар үйрету керек. Сол кезде барып бала мына құмар ойынға өзі жоламайды. Оған барайық десе де ондай бала бармайды. Мысалы ауылда жаңағы қой бағып ата-анасына қарап 9 жасынан бастап дұрыс тәрбие алып келе жатқан баланы құмар ойынға жүр десеңіз де бармайды. Ал барлық нәрсесі жасалынып тұрған бала ол міндетті түрде жүгіріп кетеді. Ерке балалар, жалқау балалар, жаңағы еңбекке желінбеген балалардың барлығы құмар ойынға, жеңіл ақшаға, темекіге, араққа, наркотикке өте жақын болатыны содан. Қазіргі қоғамда неге ондай адамдар көп болып кетті? Өйткені ата-аналар баланың желаниясы бойынша барлық балаға бүгін телефон керек пе, ертең алып береді. Бүгін iPad керек пе, ертең таңертеңді алып береді. Содан кейін бала керегінің бәрін ала бергеннен кейін үлкейді,
үйдө коомго шыкты ғой. Енді одан коом бір нәрсе сурайды ғой. Енді сен міне коомго бер деген кезде бала оны бере алмайды. Неге? Өйткені оның бала күннен жаңағы внутренний резерві қосылған жоқ. Көрдіңіз бе? Содан кейін енді ол оқыған білімі бар. Көпкөрім семьяда өсті. Ал енді ол қашайын десе қаша алмайды. Содан кейін не істейді? Өзін бір нәрсемен алдайды ғой. Әр адамға признание керек. Сонда құмар ойынмен, жаңағы наркотикпен, арақпен өзін алдап жүретіндері содан. Көпкөрім өте мықты азаматтар, өте мықты адамдардың содан сынып кетіп жатқаны содан. Ал егер внутренний резервті қиындық болса да қашпай қосып үйренетін болса, ол ешқандай жамандыққа басын тікпейді. Ол біліп тұрады. Оның жаман екенін, өзінің денсаулығына зиян екенін, өзінің өміріне зиян екенін біліп тұрады да, ол жауапкершілікті алып, сол жауапкершілік арқылы шығып кетіп тұрады. Құмар ойынға жақын, құмар ойынды есірткі ретінде таңдайтын адамдар көбінесе бірнекені дәлелдегісі келетін адамдар ол. Біреуге бірнекені дәлелдегісі келетін адамдар. Себебі құмар ойын, мен өз ойымды, мнениемді қоям, ойымды айтам, сол мнением, ойым дұрыс шықса, өз-өзімнің бағалауымды көтерем. Самооценка көтеріледі, өзімді сенімді сезіне бастаймын. Сол нәрсе не үшін маған қажет, кімге қажет, маған не үшін қажет, то есть көтере алдым, міне, значит, әкем мені қолдайды, міне әкеме дәлелдедім, шешеме дәлелдедім, немесе мына кісілерге дәлелдедім. Жаңағы айтып жатқаныңыздай психолог айтып жатыр, ол бала кезден іздеу керек, иә, дұрыс, бала кезден іздеу керек. Көбінесе құмар ойынға тап болған жігіттерді алатын болсақ, әкесінің арасында қарым-қатынас, екеуінің қарым-қатынасы дұрыс болмайды. Әкесінің қарым-қатынасы жетіспейді. Именно әкесінің. Әкесінен дәлелдегісі келеді көбінесе. И сол себептен назар жетпегендіктен біреу жақсы оқи бастайды, маған назар аударсын. Біреулер хулиганить ете бастайды, бұзақылық жасап, біреулер сабаққа бармай қояды, былай жүреді. Кейбіреулер артынан осы әдетке айналғаннан кейін, өзіме назарды осылай аударам дегеннен кейін ойынға тап болады. Барлық адамдарды, мысалы, сізді де мені де құмар ойынға шақырса біз бармаймыз ғой. Біз өйткені ол жердің жаман екенін білеміз, жеңіл ақшаның қайырсыз екенін білеміз. Неге? Өйткені бізді бала күнімізден бері жауапкершілік алдыртып үйреткен. Біздің энергиямызды еңбекке жегізген. Бізге қиын сәттерде ешкім көмектеспеген. Сол қиындықтан шығудың жолын біздің өзімізден требовать етіп тұрған. Соны шеше бізде ол энергия дұрыс тұр. Адамның ішкі энергиясы дұрыс тұр. Көрдіңіз бе? Барлық нәрсе мына өмірде Эйнштейн айтқан ғой. Мен білмеймін, Құдай бар ма жоқ па, бірақ энергия бары тура деп айтқан ғой. Көрдіңіз бе? Сонда неге мына жаман энергия қайдан басылады адамда? Жұмсамаған, неиспользованный энергия дейді ғой орыстар, жұмсамағаннан. 6 жылдай өмірім осы ойын, құмар ойын ойнап жүріп өтті. Тек қана ойын болған жоқ, ішімдік, есірткі де болды арасында. Бірақ осы ойнап шыққаннан кейін мен екі нәтиже бар ғой, ойнағанда. Не жеңесің, не жеңілесің. Жеңілген кезде мен күйіп пісіп шем. Жеңілген кезде не істеп қойдым, қалай істеймін деп. Жеңген кезде мен жуам жеңісімді. Тойлаймын. То есть қолымда есірткі болса, есірткімен тойлаймын, ішімдік болса, ішімдікмен. Мына жерде күйіп пісетін кезде есірткі болса, есірткімен, немесе ішімдік болса, ішімдікмен. 6 жыл уақытым менің бір салауатты өмірсіз өтті, бір салауатты өмір болған жоқ. Дұрыс нәрсені көрген жоқпын, дұрыс адамдармен сөйлескен жоқпын. Дұрыс адамнан қашып, қиыншылықтан қашып, шындықтан қашып, өзімді тығып құрдымға барып, соңында осы 6 жылдың ішінде үйіме терезе арқылы кіретін болдым. Сондай дәрежеге жеттім. Ол дегеніміз мен үшін бір жеткен түбім. Өз үйіңе есік арқылы емес, терезе арқылы кірсең, ол именно отбасым менен теріс айналып, мен үйге кіргізбейтін, үйден айдап жүрген. Терезеден кіріп атқан деген себебім, мен, значит, үйге орыс сияқты кіріп отырмын. Түсінесіз ғой, үйде ешкім жоқ кезде, потому что есік арқылы кіру деген ол мен кіргізеді. Кіре алмаймын деген, значит, маған жабық есік құлыптаулы. Значит, мен орыс сияқты кірем үйге. То есть мен әке-шешем менен бас тартты. Кетсең кет, емделсең, түзелсең түзел, көмектесеміз, емделмей осылай жүре беретін болсаң, сен сияқты ұлың жоқ, жүре бер.
ол ата-ана, ол отбасылық жоғалтулар. Ол кезде бірақ мен оны байқамайтын ғой. Ол кезде мен көретін жоғалтуларым, байқайтын жоғалтуларым ол тек қана қаржылай жоғалтулар. Қанша ақша ұтылдым, бірақ соның ойымның бәрі қазір бір жерден ақша тапсам, осы ақша арқылы мен көтеріп аламын, бәрін орнына келтірем деген. Достарымнан айырылғаным байқалмаған. Достарыммен мен сөйлеспей қойды. Достарым, жалпы достық деген түсініктің бір құндылығы жоқ болып кетті. Бұрында дос ретінде араласақ, бір көмек, бір ішімдегі сырыңды айтып бөліссең, ойын кезінде уже ақша үшін араласасың. Бір банкомат, бір кошелек, әмия деймін, соған қарайтын, ақша беретін адам ретінде. Білім, оқу, жұмыс қызықтырмайды. Ешқашан бір жерде бастапқы уақытта, может быть, өмірімде бір жылдан артық бір жерде істеп көрмеген. Соңғы кездері ойнап жүрген кезде ол аванс алғанша істейтін. Жұмыс істесем. Жұмыс, білім жоғары бір даму деген нәрсе, ол оқуым мүлдем қызықтырмайтын ол нәрселер. Кітап оқу деген. Ол жоғалтулар, ол басынан жоқ болып кетті. 100 теңге алып кеттім ба осы ойыннан? Ертесіне мен 200 теңге апарып бердім. 10 күннен кейін 1000 теңге апарып берем. То есть қанша апарып берсем, ойын, құмар ойын ол неге, қандай нәрсеге назар аудару керек? Құмар ойын ол адамның сезімінде, эмоциясында құралған бизнес. Сен ол жерде қанша жақтан мықты білімді болсаң да, қанша жақтан физика, математикадан мықты болып, бір жүйең болып тұрғанның өзінде ешқашан ұмытпау керек. Азарт деген нәрсеге байланысты бұл ойын. Азарт қосылған кезде, немесе құмар ойын қосылған кезде адамның ешқандай бір білім, ойлау қабілеті бәрі шетке кетіп қалады. Ешкім ешқашан мына жерден көтеріп бір бақытты өмір сүріп кеткен емес. Адам өзі әбден, мысалы қараңызшы, ол құмар ойынға барған адам әр қашан ұтылып жүреді ғой. 1 ұтылды, 2 ұтылды, 3 ұтылды, ол 10 рет, 100 рет ұтылса да барып жатады ғой. Сол кезде оның жаңағы, мысалы, ата-аналар шешіп жатады, туған туысқаны шешіп жатады, ол шықпай жататыны содан шешпей қою керек те. Өзінің басына салу керек. Сол қиындықтың бәр етапынан жаны қиналып өтсе, ол содан кейін сол қиындық кезінде резервін қосатын болса ғана ол бала құмар ойыннан шығады. Өкінішке орай біздің қазақтың менталитетіне мына нәрсе бар. Ойынды ұятқа аламыз біз. Ұят деп қабылдаймыз. Ата-аналар жасыруға тырысады. Жоққа шығаруға тырысады. Қарыздарын жауып тастауға тырысады. Туысқандарға айтпауға тырысады. Мысалы, мен ойнап жүргенде мен ұтылғаннан кейін қарызға ақша іздеу керекпін, бірақ қарызды кімнен аламын? Жақын туыстардан, достардан. Егер де мен жақын туыстарым, мен достарым, танитын адамдар біліп отырсам, мен құмар ойынға жатып алғанда, олар маған ақша бермейтін еді. Бірақ ата-аналар осыны айтамайтындығын біліп, мен соны пайдаланып, солардан ақша аламын. То есть біздің ең үлкен мәселе ол ата-аналар жоққа шығаратын. Өз-өзін алдап, қойып кетеді, қарызын жабайық, үйлендірейік, бақсыға апарайық, бүйтейік. Бұл емдеу керек, ауру бұл. Осы ең үлкен мәселе, біз ұят деген нәрсе бар қазақтың отбасында. Егер де сол жағын қазақтар жеңе білсе, бұл бет ашылмаған қаншама осы құмар, бізде осындай мәселе бар екен. Чуть ли каждый отбасыда бар шығар бұл нәрсе. Каждый, как минимум, әрбір отбасыда осындай проблемасы бар адамдар таниды. Сондай дәрежеде біздің Қазақстанда. Шығу үшін ең бірінші содан құмар ойынмен мен ойнаймын деп адам өзіне өзі признавать ету керек. Көбінесе олар қашады ғой, өтірік алдайды, қашады, біліп қоймасы екен ешкім дейді, адамдарды алдайды. Одан кейін олар мына адамдардан алдап ақшаны алуға психологиялар өте жеткілікті. Бүкіл мидағы резервті соған жұмсайды. Сол үшін ендігі резервті былай жұмсау керек. Мен құмар ойын ойнаймын, мен зависимыймын деп бірінші признание қабылдау керек өзінің құмар ойын ойнайтын. Екінші, соған сонымен күресуге өзі де маңайын да бәрін де салу керек. Ақша бер, мен осылай шешіп кетем емес. Мен осымен күресейін. До конца маған көмектесіңдер. Сендерде мынандай көмек керек деп қабылдаған кезде барып қана адам шыға алады. Бірінші, ақыл кеңес ата-анаға айтатын, жасырмаңыздар. Жаран бетін жаппаңыздар. Ең басты мәселе осы. Бала қанша жерден өкінішке орай игроман, ол
мойындап тұрса да, бірақ шындықты мойындауға, біреудің көзіне мойындауға, көзінше мойындауға батылдығы жетпейді. Айтуға батылдығы бармайды. Сол себептен мам, я болды, қойдым дейді, ата-ана сеніп қалады, бұл қайттан басталып кетеді. Сол себепті егер де осы жағдайға тап болдыңыздар ма, міндетті түрде специалистерге жолығу керек. Міндетті түрде өздеріңіз шеше алмайсыздар бұл мәселені. Өкінішке орай ол жерде ана, әке ретінде бір сезімдер байланыстырып тұрған. Ол ақыл кеңесім. Балдарға, именно осы жолда жүрген балдарға айтарым, ойынсыз өмір сүруге болады. Қарызды бір күн, ойбай, бүгін жаппасам, ертең не болады емес, өмір өзгеріп кетпейді. 6 жылдан астам уақыт өтті, әлі күнге дейін мен қарыздарым жауап келе жатырмын. Әлі күнге дейін қарыздарым жауап келе жатырмын. Ол деген сөзіміз, қарыздарды адамдармен сөйлесуге болады, шындықты айтуға болады, түсіндіруге болады, өміріңді өзгертуге болады.